Диета ұстауға жігеріңіз жетпеді ме? Спорт залға баруға да уақыт таппай отырсаңыз, жағажай маусымына төмендегі тәсілдермен дайындалыңыз. Арықтаудың 6 жолы сізге пайдасын тигізеді. 1. Спиртті сусындардан бас тартыңыз. Осындай ұсақ түйектерді санайтын болсаңыз, артық майдың қайдан пайда болғанына оңай көз жеткізесіз. 2. Жаяу көбірек жүріңіз. Оның әсері мол. Бұл өз кезегінде арнайы арықтау жаттығуларымен айналысқанмен тең. 3. Тәттіге тәбетіңіз ашылса, ет жеңіз. Майлығы аз сүзбе, тауық пен балық еті тәттіні ұмытуға көмектеседі. 4. Жиі қозғалыста болыңыз. Әсіресе кеңседе күн ұзақ отыратындар үшін бұл ережені бұлжытпай орындау маңызды. Әр сағат сайын кемінде 1 рет компьютер алдынан тұрып 5-10 минут жүріп келіңіз. Қозғалыссыз отырғаннан гөрі тұрғанда, әсіресе қозғалып ары-бері жүргенде бойдағы майдың еруі жылдам болады. 5. Бір қасық ережесін ұстаныңыз. Тамақ ішкенде табағыңыздың түбіне бір қасық асты жемей қалдырып отырыңыз. Бір қарасаң, бір-ақ қасық. Ал негізінде, сіз табақтың түбінде сол бір қасық тамақты қалдырмасаңыз, тағы екінші табақ ішуге тәбетіңіз де ашылып кетуі мүмкін емес пе? 6. Жегіңіз келсе, су ішіңіз. Тамаққа тәбетіңіз ашыла қалса, бірден 1 стакан су ішіп алыңыз. Бұл тәсілдің көмегі мол. Сондай-ақ күніне 2 литрдей су ішу керектігін есіңізден шығармаңыз. Әр тағамның ағзаға тигізер пайдасы болары анық. Ал ең пайдалы тағамды іздесеңіз, шикілі күйінде таңдау керектігін ескеріңіз. Себебі оның құрамындағы пайдалы компоненттері сақталып қалады. Азықтарды таңдағанда калорий аз болуы керегенін ескеріңіз. Ал тағам мәзірін дайындау кезінде май, ақуыз бен көмірсудың қаншалықты дәрежеде екенін анықтау керек. Көкөністер жасұнықтың басты қайнары. Жеміс-жидектер дәрумен мен антиоксиданттарға бай. Дәнді азықтар ақуыз бен өсімдік майына бай. Сүт пен құрамында майы аз сүтті тағамдар ағзадағы кальцийді арттырады. Ет пен етті азықтар аминоқышқыл, коллаген мен эластинге бай. Балық пен теңіз өнімдері ақуыз, дәрумен мен минералдарға бай. Жұмыртқа ақуыз, дәрумен мен микроэлементтерге толы. Жаңғақ пен пісте дәрумен мен микроэлементтерге бай. Арықтау үшін мәзіріңізде мына тағамдар болуы керек: көкөністер шырыны. Жасуша деңгейіндегі ағзаның тазаруына, зат алмасу үдерісін жақсартуға көмектеседі. Өте тойымды болғанына қарамастан, құрамында калорий саны аз. Саумалдық, азықтық талшық, калий, с дәрумені мен минералды заттарға бай. Сондай ол қартаю үдерісін баяулатып, сырт келбетке игі әсер етіп, физикалық белсенділікті арттырады. Миндаль, оның құрамында магний, тобының дәрумендер мен микроэлементтер молынан бар. Алма құрамында жасұнық мол болғандықтан ас қорыту қызметін жақсартады. Сонымен қатар алма қартаюға қарсы көмекші ретінде де белгілі. Құрамындағы пектин мен органикалық қышқылдардың арқасында ағзаның тазаруы мен қалыпқа келуі жылдам болады. Қызыл балық. Құрамында омега-3 майлы қышқылы мол. Қызыл балық қан құрамындағы қант мөлшерін қалыпта ұстауға көмектеседі. Қабықты бұршақ, фасоль. Оның құрамында калорий аз болғандықтан молынан жеуге болады. Құрамындағы азықтық талшықтардың молдығынан ағзаны тез тойдырып, ішектің қызметін жақсартады. Брокколиді күнделікті жеген дұрыс, себебі ол ағзаны с және к дәрумендерімен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар оның құрамында антиоксиданттар мол. Осы кеңестерге құлақ түріп, орындай жүрсеңіз, еш диетасыз-ақ артық салмақтан арыла аласыз. Ұнаса лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.